Қалайсыздар менің оқырмандарым? Мына фотодағы нан күріш ұнынан жасалған. Ешкім сенбейді, бірақ дәмі нағыз жұмсақ нан. Күріштен осылай нан жасауға болатынын білдіңіз бе? Қазіргі таңда көпшілігі біледі, бірақ оның жасалу жолын көп адам біле бермейді. Бүгін сол күріш ұнының жасалу жолын сіздерге көрсетемін. Алдымен айранмен күріш ұнын жақсылап араластырып 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Таңертеңнен кешке дейін қоюға болады, немесе түнгі уақытқа қойып бетін жақсы жауып қойсаңыз болады. Жақсылап араластырасыз. Сонда бізде осындай қоспа шығады. Түрі сүзбеге ұқсас. Бетін жауып 7-8 сағатқа қойып қойдым. Енді 7-8 сағат өткеннен кейін осындай су шығады. Бұдан да көп су шығуы мүмкін. Оны төгіп тастаймыз. Енді қажет құрамды қосамыз. Жарты қасық сода, тұз қосып жақсылап тестімізді араластырып аламыз. Жақсылап араластырамын. Одан кейін үстіне ерітілген сармай қостым және бір жұмыртқаны қостым. Тағы да көкшенің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Сол кезде сұйықтау масса пайда болады бізде. Мұнағы тестіміз басқаша түрге енеді. Міне осындай түрде болады. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Осындай табаға ішіне міндетті түрде пергамент қағазын төсеп тестіні құятын боламыз. Бұл қалып менің анамның берген қалыбы. Басқа да қалыптарға құюға болады. Қазір неше түрлі қалыптардың түрі бар. Енді осыны 180 градусқа 45 минутқа пешімізге саламыз. Әбден қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пешке салдым. Барлық құрамды төмендегі описание бөліміне жазып кетемін. Достар, менің каналым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Нанымыз пісті. Осылай ашып суытып аламыз әбден. Суығаннан кейін барып нанды кесеміз. Нанның арасы осындай болып пісті. Бір қарағанда нанымыз кекске де ұқсайды. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Тағы да менен қандай рецепттер күтесіздер, төменде коммент бөліміне қалдырып кетіңіздер.